Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? 9-шы сабақтың тақырыбы орта ғасыр, түркі тілі, ғылым тілі. Түркі тілдері Шығыс Еуропадан Сібір мен Батыс Қытайға дейінгі кең аумақта тұратын 180 миллион адамның ана тілі. 210 миллион адамның екінші тілі болып табылатын, көбі бір-біріне өте жақын болған 40 тілден тұратын тілдер тобы. Түркі тілдер жанұясы Алтай тілдері әулетіне жатады. Қазақ тілі соның бірі болып табылады. Айтылым тапсырмасы бірінші тапсырма. Бұл кісілердің бүгінгі сабақтың тақырыбына қандай қатысы бар болуы мүмкін? Бағалау кестесі. Әбу Насыр әл-Фараби туралы айтады, 1 ұпай. Жүсіп Баласағұн туралы айтады, 1 ұпай. Қожа Ахмет Яссауи туралы айтады, 1 ұпай. Махмұд Қашқари туралы айтады, 1 ұпай. Сөйлеу мәдениетін сақтайды, 1 ұпай. Оқылым жазылым тапсырмасы, 2-ші тапсырма. Мәтінді оқы, берілген ақпаратты кластер түрінде жаз. Осы суретте берілген ойшылдардың шығармалары туралы интернет көзінен қосымша ақпарат тап. Сол мәліметтерді кластерге енгізіп толықтыр. Тақырып қой. Әбу Насыр әл-Фараби шығыстың ұлы ойшылы, ғалым. Түркістан облысындағы Отырар қаласында туған. Фараби орта ғасырлық білім ғылымның барлық саласын қамтитын орасан мол мұра қалдырды. Сол үшін оны көзі тірісінде-ақ әлем ғалымдары екінші ұстаз деп атады. Фараби трактаттарының саны 200-ге жуық. Осы еңбектер дүние жүзінің көптеген тілдеріне, соның ішінде араб, парсы, латын, ағылшын, неміс, француз, испан, орыс, қазақ, өзбек және тағы да басқа тілдерге аударылған. Бізге ойшылдың 80-нен астам шығармасы жетті. Бағалау кестесі. Мәтінді оқиды, 1 ұпай. Мәтін бойынша кластер құрады, 1 ұпай. Қосымша ақпарат көздерінен ақпарат жинайды, 1 ұпай. Қосымша ақпарат көздерінен жиналған мәліметті кластерге түсіреді, 1 ұпай. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.